сайлау өтетін елге ұқсаймыз ба, қалай өзі? Насихат жағазы болып жатқан жоқ па? Сайлауда ценз деген бар. Бұл әлемдік тәжірибе. Неге 7 жыл? Бұл жерде біз не отырмыз? Мемлекет басшысы болатын адам қоғамдық жағынан өте белсенді болу керек. 21 ғасырдағы тарихымызды көрсеткендей, тұрақты ештеңе болмайды. Енді саяси бағыттағы заңдардың бәрін өзгертіп алғаннан кейін ескі тәртіппен өзгерген жүйе де өзгеру керек қой. Бір мандатты округтен сайлану деген ол өте жақсы нәрсе. Өте жақсы нәрсе. Сайлау әділ өту үшін не істеу керек деген сұрақ туындайды ғой. Саяси элитаның жаңаруын тездетеді. Бір жағынан, мысалы, президент келеді, 7 жылда өзінің бағдарламасын жүзеге асырады, келесі президентке мүмкіндік береді. Жалпы біздің саяси мәдениетіміз қай деңгейде қазір? Негізінен насихат 22 қазан сағат 6-тан кейін басталады. Енді бұл кезектен тыс әдетте бір ерекше жағдайларда өтеді ғой. Енді бір аяқ асты бұндай шешім қабылдауына Қасым-Жомарт Тоқаев не түрткі болды деп ойлайсыз? Қаңтар оқиғасы ма, жоқ әлде айналамызда болып жатқан геосаяси жағдай ма? Қайырлы күн, Бақ Кезет ақпараттық порталының оқырмандары, көрермендері, назарларыңызда Желмая жобасы және оның жүргізушісімен Мақсат Толықбай. Бүгін бізде қонақта президент жанындағы Қазақстан стратегиялық зерттеулер институты директорының орынбасары Алуа Серікқызы Жолдыбалина. Қалыңыз қалай? Аллаға шүкір, жақсы. Қош келдіңіз. Рахмет. Енді басты жаңалық алда үлкен саяси науқан келе жатыр, иә? Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев кезектен тыс президент сайлау өтеді және өзім қатысуға дайынмын деп мәлімдеді. Енді біздің кандидаттардың өзі дайындалуына 1,5 ай ғана уақыт қалды деп айтайын десем, білмеймін, енді міне үміткерлер ұсынып жатыр, сайлау өтетін елге ұқсаймыз ба, қалай өзі? Насихат жағазы болып жатқан жоқ па? Енді бұл жаңағыдай уақыт аз деп айтуға мүмкін де бір негіз бар шығар, бірақ дегенмен енді кандидатқа мысалы кез келген танымал емес адам өзін ұсынбайды ғой, бәрі дегенмен бәрібір танымал адамдар, мысалы бұқаралық алаңда жүрген адамдар барады да, өздерін ұсынады. Өзінің кәсіби саласында бір жетістіктері бар, тәжірибесі бар жаңағыдай адамдар. Әрине, мысалы ол бізде ғана талап емес қондай. Ол мысалы жаңағыдай, мысалы бізде мысалы жаңағыдай 2 айдың шамасында мысалы өту керек, бізде мысалы 30 күн, 60 күн деген көптеген мемлекеттерде бар. Мысалы кейбір мемлекеттерде, мысалы өте, мысалы Словения деген мемлекеттерде ол заң бойынша кәдімгідей қысқартылған мерзім өтеді кейде президент сайлау. Кейбіреулерде 30 күннен аз уақыт қана беріледі, барлық жаңағыдай шараға. Бізде барлық шараға жалпы күнтізбелік уақыт бойынша бізде шамамен 2-60 күнге жуық уақыт беріліп отырды. Яғни ол жаңағыдай бірінші кандидаттар ұсыну бар, одан кейін оның тіркеу уақыты бар, одан кейін үгіт насихаты бар. Яғни осындай үш кезеңнен. Сондықтан да енді уақыт және де бұл жерде мысалы президенттікке барам деп аяқ асты шешпейді ғой негізі адам. Бәрібір бұрыннан дайын болу керек. Бұрын дайын болу керек. Сосын мысалы президент боламын деген адам бәрібір келешекте мысалы жағдай үміті бар, немесе жағдай бір былайша кезде бір арманы бар адамдар болады ғой. Сол кезде мысалы ол әрине әрқашанда бұқаралық алаңда жүреді. Адам ортасында жүреді, ол әлеуметтік желіде белсенді болады. Ол бәрі қоғамның ортасында үлкен жағдай басқан кезде қоғамдық пікірді қалыптастыра алатын тұлға болып жағдай өзін өзі басқан кезде жарнамалайды ғой. Сол себептен бұл жерде жағдай өзінің жағдай сайлау алды бағдарламасын дайындады. Мүмкін жағдай уақыт керек шығар. Ең негізгі. Бірақ көріңіз, бұл жерде де қалай? Сайлау алды бағдарламасын жасауда, мысалы бұрын, мысалы 5 жылда не болады, 5 жылда қалай бағытта барамыз деген сияқты, мысалы бізде бір жоспарлау жүйесі болатын, иә? Мысалы, қазір тіпті 1 жылдың өзінде жоспарлау өте қиын. Бүгінгі күнделіктегі мысалы өзекті мәселелерді шешем деген бір сайлау алды бағдарламасы болмаса, тіпті қазір 3 жылға мысалы мен осындай жасаймын деп айтудың өзі қиындау. Әрине бір стратегиялық бағыттарда мысалы ол мысалы адам капиталы, денсаулық саласы, білім беру саласы олар қашанда өзекті болады. Экономика деген, шағын орта бизнес деген сияқты. Ал бірақ толыққанды жаңағыдай, енді ол күнделікті біздегі мысалы тұрақты тренд. Ол тұрақты біздегі проблема, мысалы сала болғандықтан ол саладан жаңағыдай бір өзіндік бір идеяны табуға болады. Енді талаптарына келетін болсақ, үміткерлер өз-өзін ұсынып жатыр ғой. Қарап отырсам қоғамда көп сөз болып жатқан дүние, талаптардың ішінде неге 40 жастан кейінгі деген шектеу 40-қа толу керек және мемлекеттік қызметте 5 жыл жұмыс істеу керек. Осы бір талаптарды жеңілдетуге болмай ма деген сияқты бір ұсыныстар ғой. Әрине жоқ. Бұндай талап жалғыз бізде емес шығар енді былай қараса. Талапты мүмкін өзгертуге де болатын шығар, иә. Бірақ мысалы қараңыз, әлемдік тәжірибеде ең төменгі жас өтілім
ең жасы төменгі жас президентке 35 жас. Бұл ең төменгісі. Кейбір мемлекеттерде бар, мысалы Италия деген мемлекет, оларда 50-ден төмен болу керек адам. 50-ден төмен емес адам, ол жақта мысалы 50 жастан төмен болса, ол президентке ұсынылмайды. Бізде мысалы 40. Енді қараңыз, бізде қазір мынандай мәселе отыр, иә? Біз қазір Қазақстанда жастардың жасын ұлғайтамыз деген, мысалы бізде қазір бастама болып отыр, иә? 35 жастан ұлғайтамыз. Яғни қараңыз, 35 жасқа дейін ол жастар категориясында болады. Әрі қарай 5 жылдықтан кейін ол президентке ұсынылады. Ол мысалы қараңыз, сайлауда ценз деген бар. Бұл әлемдік тәжірибе. Әлемдік тәжірибеде кез келген мемлекет басшысы болатын тұлғаға әлемде мысалы мен қателеспесем 11 ценз бар. 11 ценз деген 11 шектеу бар президенттікке үміткерлікке. Оны ценз дейді. Яғни ценз деген мысалы ол тұрақтылық цензі бар, ол жас цензі бар, ол кейбір мемлекеттерде мысалы мүліктік цензі бар. Кезінде болған, одан кейін мысалы жаңағыдай 20 ғасырдың тек қана ортасында ғана ол мүліктік ценз алып тастады мысалы, оның жаңағы қаржылық жағдайы болу керек та. Сосын мысалы жаңағыдай сотталмағандығы жөнінде, одан кейін ол талаптар түрлі. Сондықтан да кейбір мемлекеттерде мысалы қараңыз, жаңағыдай көптеген мемлекеттерде азаматтығынан бастап осы мемлекеттің азаматы болу керек. Егер мысалы көшіп келген болса, мысалы, ол мысалы президентке сайлана алмайды. Кейіннен мысалы азаматтық алса деген сияқты нәрселер. Ондай шектеулер өте көп әлемде. Ол әлемдік мысалы тренд. Мысалы тағы да қандай кейбір мемлекеттерде мысалы жаңағыдай кәсіби саласында мысалы Сингапурда бар. Сингапурда мысалы сіз президент болып сайлану үшін сіз мемлекеттік қызметте өтуіңіз болу керек. Міндетті түрде. Ол мысалы бізде де бар, ол бүгінде Сингапурда да бар. Мысалы жаңағыдай мысалы қоғамдық ұйымдардың тарапынан, саяси партиялардың тарапынан мысалы жаңағыдай президент ұсынылады деген, ол да бір мемлекеттер, мысалы Америка Құрама Штатында ол біресе мысалы екі үлкен көрерменге үшін айтып өтейік, тағы бір талаптың бірі әркім өз-өзін ұсынай алмайды ғой, қандай да бір партия не болмаса қоғамдық ұйым атынан. Бізде мысалы Қазақстанда 900-ға жуық бізде қоғамдық ұйымдар бар. Мысалы 900-ге жуық, яғни 900-ге жуықтың барлығы бүгінде президент ұсынуға құқылы. Яғни түсем десең қоғамдық ұйым табу соншалықты қиын емес дейсіз ғой? Соншалықты қиын емес, иә, негізінен. Бірақ бұл жерде қараңыз, неге біз жағынан қоғамдық ұйымда дейді? Мысалы президент болып, мысалы ауыл әкімде, мысалы бізде талап қандай? Ол қоғамдық ұйымның тарапынан ұсынылады, сонымен қатар өз-өзін ұсынылады, солай ғой? Енді бұл жерде ауылдың деңгейі мен елдің деңгейі бөлек, бұл жерде халық мысалы басқаратын деңгейі де, оның ауқымы да бөлек қой. Сондықтан да мысалы ауылдың деңгейінде өзін ұсыну болады. Ал мысалы президентте мысалы өз-өзін ұсынуда, мысалы бұның өзінің бір қиындықтары болуы не себептен? Себебі ертең оның бәрібір мемлекет басшысы болғаннан кейін жаңағыдай үгіт насихат жүрген кезде оған өте көптеген үлкен ауқымды жұмыстар жүргізу керек. Бұл жерде жақсы команда керек, бұл жерде жақсы мысалы жаңағыдай пиар, менеджмент деген сияқты талаптар керек та. Сол себептен жаңағыдай көп жағдайда қоғамдық ұйымнан болады. Сосын қоғамдық ұйым дегенде мысалы жаңағыдай бұл жерде идеологиялық мәселе бар. Мысалы социал-демократ бола ма, либерал бола ма деген сияқты мәселелер, иә. Немесе басқа да бір ұстанымда бола ма идеологиялық. Одан бөлек, мысалы жаңағыдай неге мүмкін ұйым? Себебі мемлекет басшысы болатын адам қоғамдық жағынан өте белсенді болу керек. Ол мысалы шетелде көптеген мемлекеттерде үлкен критерий ғой, мысалы негіз. Сіз егер қоғамда өзіңіз волонтер болып жұмыс істеп, қоғамдық ұйымдардың қатарынан жұмыс істеп тәжірибеңіз болса, сіз жаңағыдай мемлекеттің тарапынан да, қоғам тарапынан да үлкен жаңағыдай жобаларды жүзеге асыруға мүмкіндігіңіз бар дейсіз. Енді бұл сайлаудың бұған дейінгі сайлаулардан бір ерекшелігі деп 7 жылдыққа бір мерзімге сайлануды айтуға болатын шығар, басқа шанс жоқ бір рет сайланасың. Неге 7 жыл? Бұл жерде біз не отамыз? Енді жаңағы сарапшылардың да, мысалы президенттің де айтқаны, бір жағынан бір жыл, жаңағыдай біз анау конституцияның бабына енгіздік қой. Жаңағыдай бұл өзгертілмеу керек енді. Яғни осы болды ма? Яғни Қазақстанның территориясы, шекарасы сияқты мызғымастығы, сол сияқты бұл да өзгертілмеуге қатарына жататын бір қағидат болу керек та. Оны өзгермейтіндей қылып бекітудің жолы бар ма негізі? Ол жаңа конституцияда анау 91-ші бапта енгізілді ғой. Жаңағыдай осы жаңағыдай президенттің мерзімі, уәкілеттігі жаңағыдай өзгертілмейді. Бір жағынан енді бір жыл дегеніміз, бір рет дегеніміз, былайша айтқан кезде
егер мысалы 4 жылдан 2 рет алсақ 8 жыл шығады да, 1 рет алсақ 7 жыл шығады. Осы 1 реттік деген мүмкін жаңағыдай көптеген мемлекеттер қазір мысалы Францияның өзі талқылап жатыр президенттіктің мерзімін қайта сайлану құқығын алып тастап мүмкін тек қана 1 ретке ғана. Израильде мысалы солай 1 рет қана. Бұл жаңағыдай бір жағынан саяси элитаның жаңаруын тездетеді. Бір жағынан мысалы президент келеді, 7 жылда өзінің бағдарламасын жүзеге асырады, келесі президентке мүмкіндік береді. Сосын жаңаруға мүмкіндік бар да. Себебі мысалы енді былайша айтқан кезде мысалы 5 реттен алсақ, мысалы біздегіде 5 реттен 2 рет 10 жылда мысалы бір президент болады, келесі 10 жылда бір президент болады. Ал мысалы былайша айтқан кезде сол 20 жылдың ішінде егер біз 7 реттен алсақ, онда бізде 3 президент болуы мүмкін. Яғни былайша айтқан кезде біздегі саяси элитаның жаңаруын, жас адамдардың кадр мемлекеттік билікке келуін біз соған жағдай жасауымыз керек та. Сосын сол кезде бәсеке. Мысалы егер біз қазір 1 рет тікке 7 жылға президент сайлаймыз, сосын келесі президент келген кезде әсіресе жастарда мысалы осы принциптің сақталуының негізінде мысалы ой туындайды. Яғни бәсеке бар, саяси бәсеке бар оның ішінде. Яғни ол осы саяси жүйеде бір жаңағыдай президентке оның толыққанды өтуге мүмкіндігі бар екендігіне көз жетеді да. Яғни 1 рет болғаннан кейін 7 жылға. Сосын 7 жылда жаңағыдай айтып тұрмын ғой, жоспарлау жүйесі әлемде әсіресе ковидтің жағдайынан кейін қатты өзгеріп кетті да. Мысалы қазір ұзақ мерзімді стратегия қабылдамайды көп мемлекеттерде. Себебі ұзақ мерзімді стратегияларға мысалы жаңағыдай өте аяқ асты болжанбаған оқиғалардың пайда болуының себебіне байланысты. Мысалы жаңағыдай 3 жыл, 5 жыл деген сияқты. Жалпы 7 жыл аз деп ойламайсыз ба? Бір ауқымды мемлекет бағдарламаларды жүзеге асыру үшін? Жоқ, жеткілікті. Жеткілікті. Қазіргі жағдайда 5-7 жыл деген ол былайша кезде мерзім жағынан өте жақсы. Одан кейін біз байқасаңыз, бізде мынандай бір психология бар ғой, тек бір тұлғаның маңына топтасу. Ол 7 жыл сайын ауыса береді, бірақ бағдарлама жалғаса беру керек қой. Жалғаса беру, иә. Сабақтастық деймін бұл. Сабақтастық. Біз осыған үйренуіміз керек та, жоқ біз тұлға іздейміз ғой, сол маңайына топтасқымыз. Яғни қараңыз, бізде мысалы жаңағыдай партияда да сөйтеміз, бағдарламасына қарамаймыз көбінде. Енді жаңағыдай неге бір жағынан қоғамдық ұйымнан мысалы жаңағыдай кандидат ұсынылу керек бір жағынан. Себебі ол сол ұйымның, қоғамдық ұйымның өзінің бір идеологиясы болады, өзі бір мақсаты болады, өзінің бір көздеген бір басқан кезде бір бағыт-бағдары бар ғой. Сол бағыт-бағдардан аясында бәрібір ұсынады ғой. Ол мысалы өзінің бір жеке көзқарасын емес, сол аяда ұсынады ғой. Сол себептен бағытта. Сондықтан да бір жерде жаңағыдай мысалы Қазақстан өзінің әлеуметтік мемлекет деп жариялай ма, сол әлеуметтік жариялаған принциптарын мысалы ары қарай сақтайды деген сөз. Басқа да президент келсе, 2-ші, 3-ші, 4-ші, 5-ші президент келсе де. Және былай қарасаңыз 5 жыл сайын бір түскенде ол жарайды. Алдыңғы 3 жыл жұмысын көрсетеді, қалған 2 жыл сайлауға дайындалады ғой. Кез келген президент. 2 жылды ол да бір жоғалтумен тең да. Сондықтан бұл жерде бірақ қана таңдау 7 жыл қандай атпен қалғың келеді болды міне. Бұл да жерде тарихи болшықны баға. Өткенде енді бір Оңтүстік Кореяда осы тәжірибе екен. Оңтүстік Кореяда. Сол жақта бір тілшілерді тікелей эфирге қосып сөйлестік, сол жақта сарапшыларын. Бұл енді біздің кореялықтардың о бастағы арман еді. Біз осы 7 жылдыққа жету үшін дейді, қаншама қан төгілді дейді. Қақтығыс болды. Қақтығыс болды. Сендер де мысалы бейбіт жолда тіпті президенттің өзі ұсынып жатыр дейді, бұл жақсы нәрсе дейді. Болашқан кезде бұл мемлекеттік басқарудың жаңа үлгісі ғой. Мысалы, егер президенттік 2 реттен 5 жылға сайланса, мысалы 2 реттен, бұл жерде 1 рет 7 жыл. Бұл жаңа саяси үлгі деп есептейді мемлекеттік басқарудың. Оңтүстік Корея болған ұзақ уақыт жылдар бойы жаңағыдай бірінші рет жаңағыдай қарсылық болды, бірінші рет жаңағыдай қоғамда үлкен талқылаулар болды. Соның негізінде барып қана Корея 1 реттік жаңағыдай президенттік сайлауға келген болатын. Сондықтан да бұл жерде толыққанды мысалы келісуге болады. Бұл Оңтүстік Корея, жағдай мысалы Израиль, бүгінде Франция мемлекеті бұл нені осы башқаңыз 1 реттікті үлкен жағдай пікірталас жасап талқылауда. Яғни бұл мысалы бізде мынандай да біз енді адам болған соң ол түсінікті бір жағынан біз тұрақты нәрсеге үйреніп қаламыз да, мысалы тұрақты болу керек бәрі өзгермеу керек деген сияқты. Оған енді қазір қараңыздар, мысалы біздің өзі 21 ғасырдағы тарихымызды көрсеткендей тұрақты ештеңе болмайды. Бұл мысалы қараңыз, біз мысалы білім аламыз ғой. Қазір мысалы қалай? Сіздің алған біліміңіз 10 жылдан кейін жарамай қалуы мүмкін. Ол кепілдік емес қой, сіз 5 жыл оқығаннан кейін міндетті түрде сол басқа жаңа мамандықтар шығады сұранысқа. Сосын жаңағыдай қайта даярлау керек, адам қайта оқу керек, жаңа мамандықты игеруге мүмкіндік алады. Ол мысалы былайша кезде қатып қалған дүние емес. Яғни қазіргі жалпы әлемдегі ең үлкен мықты, өте жақсы адамның бойында қасиет болу, ол икемділік.
ол үлкен қазіргі мысалы үлкен былайша айтқан кезде құндылық, өте үлкен бір бағыт. Яғни біз әлемдік жағдайды көре келе, барлық процесстерді көре, экономикалық, әлеуметтік барлық жағдайларды көре келе, біз мысалы өте тез уақытта икем болуымыз керек өзгермелікке. Ана жағдай толыққанды бір қатты ұстанымдарды алып, одан бас тартпау деген сияқты ол негізінен соншалықты жақсы стратегия емес қазіргі уақытта. Енді бір жағынан қарасаң, мәселе сол 6-да 7-8 жылдықта да емес. Осы 7 жылда біз не істей аламыз, не істеуіміз керек, қай бағытта дамимыз? Бірінші кезекте қазір соған бас ауырту керек секілді. Иә, енді қазіргі жақта мысалы президент өзі айтты ғой, жаңағыдай біз жолдауда көрдік, иә, мысалы әлеуметтік бастамалар өте көп болды. Иә, мысалы жаңағыдай балабақшаға қатысты, ұлттық қордан мысалы келешекте ұрпаққа мысалы жаңағы балаларға не қор ашу жөнінде, иә. Яғни қазіргі мен ойлаймын, кез келген қандай президент болмасын, мемлекет басшысы келмесін, оның ең кез келген көздеген мақсаты болу керек адам капиталымен байланысты. Өйткені сол мемлекеттің байлығы сол, мемлекеттің ең берері сол, мемлекеттің бүкіл әлеуетінде барлық күшінде көрсететін сол адам капиталы. Яғни ең басты осыған назар аудару. Яғни біз қазір неге жұмыс істеуіміз керек? Білімнің сапасын көтеруге. Екіншісі ол жаңағы денсаулық сақтау саласы болады. Себебі мысалы денсаулығы мықты халық әрине ол экономикалық ресурс қой. Сол себептен үшіншіден ол ойлаймын жаңағыдай тағы да бір үлкен мәселелердің бірі ол бүгіндегі мысалы жаңағыдай экономика ғой енді негізі. Адамның жаңағыдай ең бастысы біздегі адамның өмір сүру әл-ауқатын көтеру. Жақсарту, еңбек өнімділігін арттыру, тағы да шағын орта бизнес дамыту, оның барлығы өндіріс ашу, ғылым алып келу салаға. Ол бір-бірімен тығыз байланысты ғой. Бір-бірімен тығыз байланысты. Ол шылайлы келіп тағы да сол білімге келеміз ең басты. Иә, бәрі-бірімге. Іргетасы сол мектепте. Сосын мынау біздің арамызда, ол біздің арамызда ғана емес, ол мысалы біздің өзіміз, біз орта жастағы буын бола тұра, мысалы біздің өзіміз оқуымыз керек. Иә. Өйткені онсыз болмайды. Мысалы қазір мысалы әртүрлі онлайн курс деген бар ғой, онлайн курстар бар, өте көптеген мүмкіндік бар ғой қазір. Сондықтан да қазіргі жағдайда адам өзін-өзі дамытумен, өзінің білімін дамытумен, өзінің тәжірибесін дамытумен өте жақсы айналысу керек. Оны ешкім жасамайды, ол адам өзі соған талпынып жасау керек. Сонда ғана ол жаңағы үлкен капитал болады. А біз оған жағдай жасауымыз керек. Яғни адамдардың онлайн білімін алуына, жаңағы оқуына, өзін білімін жетілдіруге сияқты біз жағдай жасауымыз керек. Ол қазір біздегі басты мақсат. Шешем медицина саласының қызметкері ғой, баяғыда соны еліктеп дәрігер боламын дегенде осы түспей қойшы сол мамандыққа дейтін маған. Неге десем, бұл мамандықты өмір бақи оқып шығасың деп. Расымен ғой, технологиялар жыл сайын өзгеріп тұрады, ауысып тұрады. Сол меңгеру үшін жыл сайын шетелге барып оқуың керек. Оны меңгеру керек мамандар. Біліктілікті көтеріп отыру керек. Содан шығып жатыр ғой бұл нәрсе. Енді мына кезектен тыс дейтін дүниеге келейікші сайлауды, иә. Былай қарасақ біз Қазақстан тарихында 6 рет сайлау өткізіп, соның 5-еуі кезектен тыс өтті. Енді бұл кезектен тыс әдетте бір ерекше жағдайларда өтеді ғой. Енді бір аяқ асты бұндай шешім қабылдауына Қасым-Жомарт Тоқаев не түрткі болды деп ойлайсыз? Қаңтар оқиғасы ма, жоқ әлде айналамызда болып жатқан геосаяси жағдай ма? Жоқ әлде мына жерде ескі кланмен күресу деп айту керек па Тоқаевтың? Енді бұл жердегі ең бірінші асы ол жаңағы 2019-да басталған былайша айтқан кезде саяси реформалардың логикасы осымен аяқталу керек та. Яғни 2019-дан бастап бізде өте мысалы әсіресе биылғы жылы саяси институттарға қатысты өте толыққанды бізде өзгерістер жатыр саяси реформалар, иә. Біз жаңағыдай ауыл әкімдерін сайлап жатырмыз, иә. 2 жыл болды, тәжірибеміз бар. Біз мәслихатқа сайлану мысалы әдісін өзгертіп жатырмыз. Яғни бізде аудандық мәслихаттарда мысалы біз 1 мандатты округ бойынша ғана сайлаймыз, яғни өз-өзін ұстаған кандидаттар. Біз парламенттің мысалы институционалды өзгерттік, иә. Мәжілістегі мысалы жағдай Қазақстан Халқы Ассамблеясының сайланатын мысалы категорияны алып тастап, ол жерде бөлек жаңағыдай схема жасады. Яғни 30% өзін ұсынатындар, 70% партия. Иә. Яғни одан бөлек мысалы біз 2025-те біз 2023-те біз аудан әкімдерін сайлауға кірісеміз. Яғни үлкен бізде белсенді сайлау процесте. Сондықтан осы бүкіл реформалардың толыққанды бір нүктесі ретінде жаңағыдай біз енді президенттік институтқа да өзгеріс енгізіп жатырмыз. Содан президенттік институт жаңарады. Президенттік институттың жаңағыдай бізде мысалы парламент сайлауы болады ғой. Одан кейін парламентке сайлау өтеміз. Сонымен толыққанды жаңағыдай жүйе
жаңарып, сосын ары қарай жаңағыдай жаңа мақсаттарды орындауға жағдай. Сосын әрине екіншіден әрине геосаяси жағдайды өзінің әсерін тигізеді. Себебі біздегі қараңыз, бізде қазір жағдайда Қазақстанның бүкіл периметр бойынша бізде шиеленіс. Ол бүкіл айналасы. Ол жаңағыдай Ресей мен Украина, ол Қытайдағы жаңа Тайвань мәселесі, бүгіндегі Қырғызстан, Тәжікстан арасындағы жағдай, одан бөлек Әзербайжан, Арменияның ортасындағы жағдай, оның барлығы бәрібір мемлекет. Сосын айтып тұрмын жаңағыдай қазіргі жағдайда халықаралық деңгейдегі мысалы өзі протестердің өзі соншалықты бір жылдамдығы, қарқындылығы үлкенді. Соған байланысты жаңағыдай әрі қарайғы біздің атқаратын мақсат міндеттеріміз өте көп. Соған байланысты жаңағыдай жаңарған саяси институттармен жұмыс істеу керек болады. Және бірінші оқ айтқаныңызда дұрыс. Былай қарасақ, референдумға біз қатыстық қой, дауыс беріп, иә? Конституцияның 33 бабына өзгертулер, толықтырулар енгізілді. Біз бұдан кейін мажоритарлық жүйемен бір мандатпен де келеді дедік. Енді саяси бағыттағы заңдардың бәрін өзгертіп алғаннан кейін ескі тәртіппен өзгерген жүйе де өзгеру керек қой. Біз не үшін дауыс бердік? Ескі мысалы сол мәслихат, сол парламентпен әлі біз әлі отыра берсе болмайды ғой ол да. Сондықтан да мысалы ол саяси институттардың бір жағынан жаңғырту ғой. Сосын бұл жерде кадр жаңарады мысалы. Жаңа айтып тұрмын, мысалы бір мандатты округтен сайлану деген ол өте жақсы нәрсе. Өте жақсы нәрсе. Мысалы қараңыз, ол ауыл, мысалы біз ауыл әкімдерінің сайлауына талдау жасадық, өте қызық нәрсе. Мысалы біз ойлағанбыз. Бізде мысалы 21 жылы жаңағыдай шілдеде, 25 шілдеде барлық 2000-ға жуық қой өзі ауылда сайлау өткен кезде біз ойлағанбыз шын мәнісінде көп жағдайда жаңағыдай жоқ 700-ге жуық ауылда бізде сайлау өтті. Сонда ойлағанбыз біз басым бөлігі саяси партиялар болып шығар деп. Шыны керек. Кандидаттар саяси партиядан өздерін ұсынады жаңа сияқты. 70% өзін-өзі ұсынған азаматтар болды. Ауылдың деңгейінде. Ауылдың деңгейінде. Ол не деген сөз? Ол яғни мынау әсіресе ауыл деңгейінде, аудан деңгейінде бір мандатты округтен, яғни өзін-өзін сайлауға деген үлкен не бар? Сұраныс бар. Түсінесіз? Ол не? Сол себептен ғой біз жаңағыдай біз аудандық деңгейде мәслихаттар толығымен бір мандатты округтен жасайды деп отырмыз. Облыстық мәслихатта бізде 50-50 болады. Яғни ол аймақтық нені береді? Анау башқа квота ғой, аймақтық бір ерекшелікті ескеруге мүмкіндік береді. Ал парламенттің деңгейінде біз 30-70 деген пайыз ұстанып отырмыз. Сондықтан да оның барлығы жаңағыдай осындай әсерін тигізеді деп есептеймін. Сол себептен бір мандатты округпен жаңағыдай тағы да бір адамдардың жаңағыдай легін, басқарушылардың легін, белсенділерді жаңа жүйеге енгізсек, онда жаңағыдай ары қарай жұмыс болады. Тағы үлкен бір мәселе бар, жарайды, президент сайлауы, одан кейін парламент сайлауы келе жатыр. Енді қазір кандидаттар көбейеді, сайлаудың сәнін келтіреді. Одан кейін бір айғайға бас популистер шығады. Енді араңда қалмау ғой бұл жерде, оң солына ажырата алушы. Біз енді бір керемет сөйлеп айғайға басса ойнау керемет екен дейміз ғой. Соған байланысты сұрағым келгені, жалпы өзім біздің саяси мәдениетіміз қайдан келді қазір? Енді мысалы саяси мәдениет болғанда бізде енді тұрақты түрде мысалы жаңағыдай бізде сайлауға қатысу деңгейі дейді ғой. Мысалы сайлауға келген адамдардың пайызы мысалы соңғы референдумда мысалы жаңағыдай біздегі орташа мен қателеспесем Қазақстан бойынша 70-тен ары болды, пайыздан астам. Яғни бұл шын мәнісінде негізінен жақсы көрсеткіш. Жақсы көрсеткіш. Енді референдумның өзі ондай келсе, ол жақсы көрсеткіш. Ол өте жақсы көрсеткіш. Себебі яғни ол елдің тағдырына, өзінің жаңағыдай тағдырына деген сияқты бейжақты көрсетпейді. Екіншіден мысалы жаңағыдай бұл бір жағы. Екінші жағынан мысалы бізде жаңағыдай ОСИ деген бар ғой, және жеке меншік үйлердің жаңағыдай меншік иелерінің кооперациясы мысалы, бірлестігін сияқты. Мысалы біз оны неге 25 жылға дейін ауыстырдық? Себебі бізде қазір ол ұйым ретінде, жаңағы өзін-өзі басқару жүйесі ретінде толыққанды барлық аймақтарда бірдей жүзеге аспай жатыр. Оның бір өзінің бір ерекшеліктері бар, кемшіліктері бар. Яғни бізде өзінің үйін деңгейінде, өзінің көшесінің деңгейінде, өзінің қаласының деңгейінде адамдарда жауапкершілікті өзінің мойнына ала білу керек. Ол әрине басқа деңгей, мысалы сайлау учаскесіне барып дауыс беруден бір бөлек, ал өзіңнің үйіндегі бүкіл жатқан жаңағыдай болып жатқан мәселенің бәріне араласып дауыс беріп деген сияқты ол бөлек нәрсе. Бірақ дегенмен ол да саяси мәдениеттің деңгейі. Яғни ол
мысалы бізде қазір анау әкімдіктерде бар ғой, қатысу бюджеті деген бар. Анау үй саламыз ба, жол саламыз ба, балабақша саламыз ба, әлде спорт объектісін саламыз ба деген сияқты бір дауыс береді да. Сосын халық өзі шешеді ол жерге не салатынын. Балаларға арналған орын сала ма ойынға, әлде спорт мекемесі деген сияқты. Сол себептен сондай механизмдер арқылы біз қазір адамдардың белсенділігін арттыруға тырысып жатырмыз. Себебі неғұрлым өзі бар ғой, саясатқа да неғұрлым қоғамдық саланың барлығына азаматтар өздері қатысады, өздері жауапкершілік алады, соғұрлым өздері сол елдің тағдырын ары қарай шешеді. Яғни бұл сайлаудың әділ өтуіне де көп нәрсе осыған байланысты азаматтық қоғамға. Өйткені көрдік қой, көп жерлерде дауыс ұрланып, оны видеоға түсіріп жатып, мұғалімдерді отырғызып қойып бір коррупцияға айналдырған кездерді көргенбіз. Енді сайлау әділ өту үшін не істеу керек деген сұрақ туындайды ғой. Тәуелсіз ұйымдардың санын көбейту керек пе? Айналып келгенде бірақ халық азаматтардың белсенділігіне байланысты сияқты. Иә, мысалы қараңыз. Қарапайым ғана мысалы қалай адам өзі жаңағыдай өзінің позициясын, өзінің жаңағыдай мәдениетін, саяси мәдениетін көрсетеді. Мысалы ертең сайлаушылардың дауыс беру учаскелері бар ғой, соған байланысты тізім болады. Солай ғой. Сосын мысалы барлығымызға мысалы телефон арқылы смс келеді. Мысалы, осындай сіз осындай участоктесіз, осындай жерде дауыс беру керексіз, сіздің үйіңіз бар ғой деген сияқты. Немесе сіз өзіңізді осындай сілтемені өтіп, осындай тізімде тексере аласыз деген сілтеме келеді. Сонда бейжайлық танытпай адам өзін тексеру керек. Ертең сол жерде мен толыққанды мысалы тізімде бармын ба, жоқпын ба сайлаушы ретінде деген сияқты барлығын өзі де үлкен жауапкершілік таныту керек. Ол мемлекеттік орган ғана жұмыс істейді, ол мемлекеттік орган жауапкершілігі, бірақ сонымен қатар адамдар өздері де жауапкершілікті өзі ала керек та. Мысалы сайлауға қосқан үлесін сонда болады өзі. Жаңағыдай тізімнен тексереді, бармын ба, жоқпын ба, жаңағыдай егер мысалы өзі көріп тұрса, жаңағыдай келген жаңағыдай хабарландыру бойынша ол басқа жерде участок екен, онда ол міндетті түрде істеу керек. Оның бәрін бейже қалдырмай соған түзету енгізу керек. Қысқасы бұл өзі 20-шы қараша сайлау, тағы да көрермендердің есіне салып қояйық. Иә. Айналып келгенде бәрі өзіміздің белсенділігімізге байланысты. Енді бәріміз өзгеріс қалаймыз ғой, бірақ көбісі өзінен бастауға қорқады ғой. Мен үшін анау істесе екен, мынау істесе екен деймін. Сондықтан өзгерісті бірге жасайық. Жаңа Қазақстан бір күнде, бір жылда құрылмайды деді ғой Қасым-Жомарт Тоқаевтың өзі. Бірігіп құрамыз. Уақытыңызды бөліп сұхбат бергенге рахмет айтамыз. Жұмысыңызға табыс тілейміз, отбасыңызға амандық тілейміз. Рахмет. Жақсы күндеріңіз өскенше. Құрметті көрермен, біздің Бақ-КЗ ақпараттық порталын оқып, желмая жобасын көре жүріңіздер.